Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Бүгін уже үшінші видеом. Достар, кішкене уақытым болғасын сіздерге видео түсіруге ұйғардым. Бұл техника сәттілік үшін оқиды, на успех. Сәттілік үшін бұл техниканы жасасаңыз болады. Бұл техника 3 айға кетеді. 3 ай әсер етеді. Егер де жоқ, мен әр айда істеймін десеңіз, онда әр айда профилактика үшін істесеңіз болады. Бұл, конечно, айға байланысты, жаңа ай туғанда жасауға болмайды. Бұл полнолуниеде жасайды. Бұл техниканы ай толғанда жасалады. Ай толғанда жасалады. Достар, айттым ғой, егер де толған ай толады ғой, толған ай деп атайды. Сол полнолуние қашан болатынын білмесеңіз, сіз Google-ға жазсаңыз, полнолуние қашан болатынын Google-да тұрады. Сондықтан, достар, көп сөйлемей іске көшейін. Ол үшін біздерге обычно осындай свеча керек. Тағы мен алдындағы техникалардан қалған свечам. Осындай свеча керек. Любой свеча цветі ешқандай маңызды емес. Ақ болсын, тек главный қара болмаса болды. Ақ, сары, көк, жасыл, қызыл свечаларда барлығы бола береді. Егер свеча сіздер таба алмай жатырсаңыз, онда сіз тортқа арналған кәдімгі кішкентай свечаларда жарайды. Осындай свечаны аласыңыз. Қазір айтайын. Свечаны аласыңыз да подсвечникке осылай қойып бекітесіңіз. Свечаны бекітесіңіз да, содан кейін свечаны жағып 3 рет дұғаны оқисыңыз. Достар, көрініп тұрма сізге? Менің камерам дұрыс нетіп тұрған жоқ, сондықтан қазір сізге көрсетемін. Міне осылай жанып тұрған свечаға сіздер 3 рет мына дұғаны оқисыңыз. Бұл сәттілік үшін сол 3 ай бойы сізге финансовый жақтан да, басқа жақтан да барлық жұмыстарыңызда сәттілік болады. Фи ольшерет разут гарим, ольшерет рузим амин деп 3 рет оқисыңдар, достар. Оқып болғаннан кейін, мына свеча, конечно, кішкентай свеча болса, тез бітеді. Оқып болғаннан кейін, кішкене 3 рет оқып болғаннан кейін дұғаны кішкене күтіп, мына свеча жанып болған үшін күтіп отырасыңдар. Дұғаны мен комментарияға бекітіп қоямын сіздерге. Сол комментарияға бекітіп қоямын, содан қарап оқысаңдар болады. Телефоннан немесе көшіріп алып оқысаңдар болады, достар. Егер де қателеріңізге жараған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Свечаның қалдығын любой жерге өз қалауыңызға тастап кетсеңіз болады. Любой жерге апарып тастасаңыз болады. Сәттілік, достар.